11 сабақ оптовка приложениесіне трек номер енгізу. Ол үшін мына тұрған 3-ші кнопканы басасыздар. КамАЗы бар суретті басамыз. Осындай бетке шығасыздар. Өздеріңіз заказ берген заттарыңыз осы жерден шығады. Үстінен басасыздар. Басқан уақытта осындай бет ашылады. Міне көрдіңіздер ме? Жолға шықты деген сөз. Мына тұрған сандарды біз скопировать етіп аламыз. Ол үшін тұрған мына біреуді басып аламыз. Копировать етілді. Бұдан шығып оптовка приложениесіне кіреміз. Добавить трек номер. Трек номер дегенге үстінен басып, мынаны вставить етеміз. Сөйтіп описанияға жазамыз. Стол. Жаңағы стол ғой. 3 штук. Белый деп қоямыз. Белый еще 90 сантиметрлік, чтобы өзіме шатаспас үшін. Қайттан назад дейсіз, добавить трек номер дейміз. Вы успешно добавили трек номер. Окей. Енді қайтадан назад стрелканы басып шығасыздар. Мои посылкаға кіресіздер. Мои посылкаға кірген уақытта мен мына бір тұрғаны да қазір ғана добавить еттім. Выдано деген сөз. Уже олар маған келіп қойды, мен оларды алдым деген сөз. Енді осыларды өшіру қажет, керек емесін. Выдано дегенді басамыз. Удалить трек номер дейміз. Вы действительно хотите удалить трек номер? Да. Мынаны да дәл тура солай өшіріп тастаймыз. Қайтадан таблоға кіреміз. Назад дегенді басамыз. Мынаны үстінен басамыз. 98, 87, 59 дегенді басамыз. Скопировать етеміз. Қайтадан мои посылкаға кіреміз. Добавить трек номер. Мына жерге вставить етеміз. Пәсті десеңіз басылады. И мына жерге жазамыз. Цветные карандаши. Цветные карандаши. Мінекей. Назад. Добавить трек номер. Вы успешно добавили трек номер. Окей. Осылай трек номерді добавить етесіздер. Мінекей екеуі де шықты.